Ал мен мына жерде қабат-қабат киініп алып, қалың-қалың киімдерімді киіп алып, не істейін деп жатыр десеңіздер, мына жерде ет салатын мешоктар, мына жерде соғым. Кеше кіргізіп, бүгін жібіді ғой деп ойлап жатырмыз. Астына дастархан, қабырғаға тимесін деп мешоктар бәрін қойып қойғанбыз. Қазір осыны ашып, категория бойынша реттеп, сосын мынандай қылып салам. Мына жерде менде подсказкалар бар. Қандай дейсіз? Айзияның туған күні, Айханымның туған күні, Айсұлтан мен Гаухардың туған күні қатар, сосын Асхаттың туған күні, жілік шағу, ауызашар, көршілер, сыбаға үлкендерге, Жезқазғаннан келетін ағайын туыстарымызға алдын ала солай салып қоям. Сосын кесегеттер, белдемелер, жіліктер, омыртқалар, тағы да не керек, соның бәрін осы жерден дополнительно жазып алам. Степлерім дайын. Қандай мешокқа салам, соның сыртына осы қағаздарды немен жабыстырамын да, сосын морозильникке салам. Қазір морозильниктің жағдайын көрсетем. Оның ішіндегі ягодалардың барлығын мына жаққа холодильниктің астындағы морозильникке көшірем де, сосын аяқта бала ұйықтап жатыр енді. Бұны босату керек болады. Сосын осының ішіне жайластырам бәрінде. Негізі жобалап кішкене босатыңқырап қойғам. Алардың бәрі ана жаққа кетеді. Бірақ осылар қала береді осы жерде. Мына жердегін босатсам болды деп ойлап тұрмын. Симай жатса көрермін әлі. Ал давайте менімен бірге болыңыздар. Осы шаруаны Жезқазғаннан біз үшін аянбай, реттеп, сойып, барлығын жайғастырып, тап-таза қылып, осылай бөлек-бөлек салып жіберген бауырларымызға алғысымыз шексіз. Біздің шаруамыз жеңіл, осыны реттей саламыз болды. Ал мына жерде бүкіл еттерді бүкіл қапшықтан алып, реттеп категориясымен қойып қойдым. Так. Мына жерде бас, шеке. Мына жерде қартақ, қарын, қазыға дейін осылай айналып келген. Кесегеттер, жауырын. Мына жердің бәрі. Енді осыны реттеп, айтқандай бөліп салуым керек. Қандай хони қара? Жаман сол. Одан кейін Отан тарих, отан тіл, жасаған ерін ер халқын. Отан өлең, отан жыр, көтерге көтей ел даңқын. Отан сенің атанаң, отан досың борың, отан үлкен астанаң, отан аудан ауылың. Отан осы достарым көңілге мұны түйе біл, отан деп өштасқауым, оны ардақтап сүйе біл. Айханымның сыныбының әліпбимен қоштасу салтанаты ойлаған уақытымыздан, межелеген уақытымыздан кешігіп өтті. Оған үлкен себептер болды. Тура жаңа жылдың алдында осы сыныбымызда 26 оқушы бар болатын болса, соның жартысынан көбі эпидемия кезінде тұмауратып, ауырып, сабаққа бара алмай, жаңа жылдық болатын шыршаға, іс-шараларға қатыса алмай, сондай бір қиындықтар туындады. Содан кейін қазір көп нәрсені онлайн талқылауға үйренгенбіз ғой, ата-аналармен, мұғалімімізбен ақылдасып, 2-ші тоқсан аяқталғаннан кейін бірден 3-ші тоқсанды бастағандағы 1-ші аптада осы әліпбимен қоштасу іс-шарасын өткіземіз дегенбіз. Оған енді біздің жоспарымыз солай болған, бірақ біз сабаққа қалай шықтық, солай аяз қысты кәдімгідей.
Одан кейін енді не істейміз, аяздың уақытында балаларды сабаққа апармаймыз ғой. Сосын сондай бір екі сылтау болып, себеп болып, үлкен балалардың әліпбимен қоштасуы осылай кешігіп жатты. Бірақ қалай енді мүмкіндік болып сабаққа шықтық, оған дейін жаттататын тақпақтарды жаттатып, киімдерін дайындап, солай өзіміз морально дегендей дайындық үстінде отырғанбыз. Мұғаліміміз өте үлкен жауапкершілікті қолына алып, осы сабаққа шыққанда 2-ақ күннің ішінде осы күллі номерларды дайындатып, осы билері бар, әндері бар, балалардың жаттатып қойған тақпақтары бар, кімнен кейін кім орындау керек екені енді үпір-шүпір балалар болғаннан кейін шатысып та жатады. Бірақ дегенмен алғашқы іс-шарамыз болса да өте үлкен жауапкершілікпен балалардың да мұғалімнің де дайындалғаны көрініп тұр. Енді үлкен жауапкершілікті еңсердік деп ойлаймыз бәріміз де. Біздің осы Айхан баратын сыныпта 26 оқушы бар, оның 13-і қыз, 13-і ұл. Сондықтан да вальсті билеген кезде ешкім жұпсыз қалған жоқ. Бәрі жаңағындай жұптарымен осылай биледі. Балалардың өздеріне де қызық қой, кішкентай балалардың көзімен осы билеп жүргендерінде жаңағындай артынан видеодан көріп өздері әртүрлі комментарийлер айтып жатыр. Сіздердің ойларыңызша қалай? Сіздердің балаларыңыздың алғашқы әліпбимен қоштасу салтанаты қалай өтті? Енді айтып жатырмыз. Орыстар айтады ғой, первый блин с комом деп. Оқасы жоқ, алдағы іс-шараларды жақсы деңгейде өткіземіз, жақсы дайындық жасаймыз деп жатырмыз. Құдай бұйыртса көрерміз. Сіздер де ондай іс-шаралардың куәсі боласыздар, егер де өтіп жатқан болса. Сол, енді осы салтанатты жиында ата-аналардың атынан да сөз сөйлеп жатырмын, мен осы жерде көресіз. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, ұстаздар, осы 1 қыркүйекте сары уыз балапандарымызды әр жерден үпір-шүпір қылып алып келіп, Әсел Серікболқызының қолына табыстадық. Міне аз ғана уақыт өтті. Аллаға шүкір, өмірдегі өздерінің тағы бір үлкен белестері әліпбимен қоштасу мерекесіне қатысып жатырмыз. Балаларымыздың осылай қолдарына алған табақтай мақтау қағаздары құтты болсын. Құрметті оқушылар, сендер альфа ұрпақсыңдар. Аллаға шүкір, қазір ғылым мен техниканың, интернеттің қоса қарқынды дамып жатқан уақытында сендердің жаңағындай алып жатқан білімдерінде соған сәйкес болсын. Қазақстан Республикасының рухты, білім сүйгіш, отан сүйгіш үлкен азаматтары, азаматшалары бола беріңдер. Қазақта күшті сөз бар ғой, 6 алаштың басы қосылғанда 4-дегі орын ұстаздікі деп. Осы жерде Әсел Серікболқызының енді әр бала ол үйде біреудің тұңғышы, біреудің кенжесі, біреудің жалғызы деген сияқты әр түрлі еркелердің басын қосып, міне бүгін құрап, осы біз мына әліпбимен қоштасуды көптен күтіп жатырмыз ғой, әртүрлі себептерге байланысты. Бірақ ештен кеш жақсы дейді, әр нәрсе уақытында болады. Міне үлкен тағы бір балаларымызды белеске шығарып жатырсыз. Еңбегіңіз ақтала берсін. Ата-аналар бәріміз бір үмітпен Әсел Серікболқызына қолына табыстаған балалардың жаңағындай әр қайсысының жүрегіне кілт тауып, әр қайсысының жақсы қабілеттерін ашып, жақсы қасиеттерін көріп, осы балаларды ашып, бәйгеге қосып, осылай біз үйде тақымызды қысатын болсақ, сіз мектепте ол балаларды баптайсыз. Сізге осы еңбегіңіз жана берсін, мықты денсаулық тілейміз. Білім ізденгіш, сондай үлкен дамып келе жатқан еліміздің, іргелі еліміздің үлкен алпауыт азаматтары бола берсін. Мен мына жерде күшті пирог жасап жатырмын. Сметана заливной, еще мынандай ягодалармен. Мынау менің жазда қатырып қойған слива, соны онмен кукурузный крахмал қосып, мынандай араластырып аламын. Мына күшті песочный тесто дайындадым. Соған мынаны распределять етемін. Сосын күшті сметана заливка дайындап қойдым. Рецепті басынан бастап түсірмеппін, ұмытып кетіппін. Енді
осы процесстің қай жеріне келдім, қай жеріне есіме түсті, қай жерінде сол жерден бастап көрсетіп жатырмын. Негізі қаласаңыздар бұндай пирогтың күшті проверенный рецептін берем. Жаздың күні мен бір рет жасағам. Жұмыстағы кісілерге апарып бергем. Мақтады ғой, өмірімде бірінші рет жасаған пирогым болған, сонда ол осындай. Так, міне. Осы жеткілікті. Негізі 600 грамм, 300 грамм мен 600 граммның ортасында ягода пайдалануға болады депті. Мен 300 грамм ғана салдым. 600 грамм чересчур сияқты. Сметанная заливка. Ал, бисмиллах. Бір сағат пісет, 60, даже 70 минут қарайсыз. 180 градусқа қойып пісірем пирогтарды. Осылай. Дұрыс распределять етіп алуым керек. Все, енді Аллах қаласа духовкаға жіберем. Қыстың күні осындай жазда қатырып қойған ягодалармен сатып алмай-ақ қолдан осындай ягодный пирогтар жасауға болады. Эй, где? Бүгін бізде күшті мероприятие үйімізде. Шілік шағып, Құран оқытамыз. Бүгін Асекең туған күні атап өтеміз. Айханым сабақта, Айсұлтан енді оянып отыр. Таңертеңнен бері біраз шаруаны тындырып тастадым. Бүгін біраз меню көрсетем сіздерге. Ал, пирогым пісті. Керемет иіс тұр үйдің ішінде. Салқындасын деп қойып қойдым. Мына жерге муравейник жасап жатырмын. Мынаның кейінде әзірге осыны пісірем. Мен патшам сабақтан келе жатыр ғой. Кана? Кім қарсы алды сені бүгін? Кім қарсы алды сені бүгін? Как сотпомня? Встретил. Айла с папой. Аялан папасымен келдің ба? Дұрыс. Қалай өтті күні? Күшті. Жаным сол. Айсұлтан билеп беріп жатыр ғой саған. Саған қапты ғой. И жаным сол. И жаным сол. Мына жерде талқан бар болатын. Былтырдан қалған сосын кішкене печенье, кішкене қант салып, жент жасайын деп жатырмын. Мынандай бір майды ертіп қойғам. Мына қазір бетін ғана құйып алам, мынандай астындағы су болып кеткен керек емес негізі. Сосын мына майдың негізі халал деген знак бар екен. Жетсе осы майдың жеткенін көрем, жетпесе тағы да ертіп құям. Муравейниктің бірінші партиясын пісіріп алдым. Екінші партиясы мынаның ішінде пісіп жатыр. Так, мен сіздерге өткен жолда обещать еткем. Осыны қалай жуам, сол көрсетем деп. Мынау негізі сырты емес, бір екеуінің ортасында, екі стеклоның ортасы осындай айғыз болып қапты. Соны жуым керек кейін, енді бүгін емес. Мынаны күтіп жатыр. Мына жентті дайын қылдым. Престеп кәдімгідей мешокқа үстіп қойып қойдым. Қазір морозилкаға салам. Сосын шай мәзірін салып жатқан кезде ұмытпай салу керек. Ұмытпай деген сөздің астын сызып қою керек, потому что иногда ұмытып кететін де привычка болады. Так, муравейниктің екінші партиясы пісті. Алла қаласа, қазір бала-шағам тамағын беріп болғаннан кейін оны араластырам. Сосын уже тамақтан кейін етті қоям, плюс салаттарды дайындам. Ал, мына жерде Айханым сабағын орындап жатыр. Кешке қонақ, сол үшін қазір сабақты орындап тастау керек, е? С удовольствием жасап жатсың ба сабақты? Мен мына жерге етті салып қойдым. Енді салаттар дайындайым. Ал салаттарды мен быстрыға қойып дайындайым сіздерге. Қонақ күту деген үлкен жауапкершілік қой. Алдын ала күнін белгілеп, осылай қонақты күтем дегеннен кейін бүкіл өзіңнің жоспарлаған менюңды, жоспарлаған шаруаңды жасау деген, оның сыртында енді күнделікті ол бала-шаға, күйбең тірлік, сабағы деген сияқты, тамағы деген сияқты балалардың. Көп адамдар маған айтып жатады, қалай үлгересің деп. Успокойтесь дегім келеді, сіздер сияқты істеймін, мен де бір шаруаларды үлгермей де жатам. Ал мынау менің коронный салаттарымды жасайтын. Мынау греческий, бұрын соңды фетаксамен жасайтынмын. Фетаксаны что-то қазір көріп қалдым, халал емес дегенін. Содан бері эмирдің моцарелласымен жасап жатырмын. Енді на вид жақсы,
Бұның дәмі енді жақсы. Мен пиццаға пайдаланып жүрмін. Халал болғаннан кейін сеніп алам. Ал мына жерде мынау корейский салатты өзім жасадым. Сосын фасоль, отварная грудинка и петрушка. Майонезбен заправляется. Все, ешқандай да приправа қосылмайды. Корейский салаттың дәмімен майонезбен жеткілікті. Әзірге осы 2 салатым бар. Қазір қосымша тағы бір салатты жинақтаймын. Мужской каприз деген салат дайындайын деп жатырмын. Обед дайындап жатырмын. Осы обедті дайындап жатқан кезде морозильниктен бірде-бір осындай морковь таппай қойдым. Мен негізі морозильникке қатырып қоятынымды и шетінен алып қолдана беретінмін. Сосын енді міндетті түрде жазда, күзде ғана қатырады деген стереотип жоқ. Мен осылай үйде бар морковьті аршып, теркадан өткізіп, осылай Икеяның босаған зип пакеттерге салып қоям. Мына пакеттерді босағаннан кейін міндетті түрде жуамын. Содан кейін міндетті түрде қайтадан қолданамын. Миллион рет пайдалануға болады, егер де жытып алмасаңыз. Осылай алдын ала заготовкалар дайындап қойған менің тұрмысымды өте қатты жеңілдетеді. Керек болса, қажет десеңіздер, тоже осы түртіп алыңыздар осындай идеяны. Мынау кейде болады ғой, тамақ жасап жатқанда балалар қоса жылап жатады, сосын Азияны қолға алу керек болып жатады. Сол кезде рахат қой, осындай дайын тұрған нәрселерді сразу қолдануға, тамақ жасауға. Үйді таза ұстау үшін негізі 20 минут техникасын жақсы пайдаланамын. Практикамда үнемі жүретін техникалардың бірі. Ол дегеніңіз, белгілі бір зонаға 20 минут уақыт бөлесіз, таймерге соны қойып қоясыз да, сол 20 минуттың ішінде сол зонадағы жасау керек деген шаруаның барлығын мұқият жасап шығу керек. Мен ваннада осы жерді тазартып қана қоймаймын, тюбиктердің срогына дейін қараймын, лақтыратын нәрсені лақтырамын. Мына жерде соғымға сойған жабағының барлық сіңірлі жіліктері бар ғой, соны салдым, соны қайнатып жатырмын. Осындай ақырын отта әзірге сүйектен жаңа ет, сіңір түсіп қалғанға дейін осылай қайнатамын. Бұл жерде 2 жаңағындай нәтиже алам. Бірінші нәтиже ол холодец дайындаймын сіңірден, еттен. Екінші нәтиже мынау сорпа өте құнарлы болады. Құрамы коллагенмен, табиғи коллагенмен бай сорпа болады. Соны шағын ыдыстарға құйып алып қойып қоятын боламын. Оны кейін жаңа өзіміз тамақ жасаймыз ғой, борщ, сорпа, соған қосып отыратын болам. Жаңағындай коллаген деген суставпен, жаңағындай сүйектерінде витамин жетіспейтін, минералдар жетіспейтін адамдарға пайдаланса, табиғи жолмен осылай байытылатын құнарлы тағам осылай. Соны жасап жатырмын, нәтижесімен бөлсемін. Мына етімді сүзіп алдым. Прям неден сүйектен түсіп тұр міне. Осы дұрыс. Енді қазір әбден кішкене шамалы сусын, сосын міне көрдіңіздер ме, өзінен өзі сүйекті тартып қалса еттен ажырап тұр. Осыған дейін қайнағаны дұрыс. Енді мынадан қазір холодец жасаймын. Ал мына жерде сорпаны сүзем. Әдемі, қою, шырынды, сірнелі сорпа болды ше. Соны кішкене бөліп ыдыс-аяқтарға құйып аламын да, қажеттін жаңағы жасап жатқан холодеціме керек көлемде аламын. Вилкамен ақ осылай кәдімгідей оңай ажырап жатты орталары, етті осылай жасап алдым. Ал сіңірді измельчительмен жаңағы наның ішіне бір 6-7 зубчик чеснок қосып, измельчительден өткізіп алдым. Менде мясорубка жоқ, мен сосын измельчительмен жұмыс жасаймын. Қазір осыған қазанда қайнап жатқан сорпадан, сорпаның ішіне сүйекті қайтардым. Өйткені костный бульон керек деп жатырмын ғой артынан. Қазір осының бетіндегі майлы, әдемі сорпадан сүзіп, сіңірге құямын да, соны еттің үстіне кішкене тұз қосам, бұрыш қосам, дәмін реттеп аламын да, 4 ыдысқа құям. Сонымен ақ ол қатып қалады. Ешқандай бір желатин қосымша, агар-агар дейді ғой, ондай қосып қажет емес. Осының өзі жеткілікті. Осының өзі мына жаңа қолыма тиген, қараңыздар. Қандай липучка болып тұр ше. Настолько табиғи,
жаңағындай ешқандай қоспасыз, пайдасы зор, дәмді тағам болайын деп жатыр. Соңында результатты көрсетем сіздерге. Міне сіңірге сорпадан сүзіп қостым, тұз қостым, бұрыш қостым. Соны барынша дұрыстап араластырып алып жатырмын. Және де ыдыс аяқтарымды жақындатып қойдым. Так, соны қазір құямыз бірге. Оп, бісміллә. Бір-екеу құямды қазір араластырам. Өйткені ет астында қалып қоймау керек. Сіңірім жете ма деп уайымдап тұрмын деген ба. Өйткені шағын кастрюльге ғана салдым да. Неге олай істегенімді өзім де түсінбеймін. Вроде бәрі жетеді. Сорпа да жетеді, сіңір де жетеді. Так, міне осылай араластырып қоям. Сіңір мен ет араласып жатқан жеген кезде әрине әдемі болады өзіңізге. Сол астында тұнып қалғаны керек емес маған. Так, міне. Бірден қатып қалады, өйткені мына сіңірді жаңа үстіне сорпа құйып жатсам, уже асты қатып жатыр екен. Сосын әдемілеп, жақсылап араластырып тұрмын молырақ. Қазір енді қалған ыдыстарға да құйып көрем. Сосын бетімен бет бола ма, әлде осындай көлемде бола ма, көреміз. Осындай көлемде болса да жеткілікті. Шетінен алып, бөліп жеуге ыңғайлы. Ыдысқа құям енді. Міне бәрі дайын болды. Барлығының крышкаларын жауып, салқын жерге шығару керек. Әсіресе балконға қойып қойса болады. Сосын Аллах қаласа отбасымызбен таңертең дәмін көреміз. Ал өткен жолы тушенка қайнатқанда тушенканы салып қоятын кішкентай контейнерларым бартын. Солардың барлығын жиыстырып әкеп. Бұл сорпада бір 5-6 сағат қайнады ғой. Астын сөндірем. Сосын сәл салқындағаннан кейін сол жаңағындай контейнерлерге ақырын 200 грамм, 300 грамм, 400 граммдық контейнерларым бар. Соларға құйып қоям Алла қаласа. Сол кішкентай бір пайдалы шаруа жасайым десең, үй деген көшіп кетеді. Бағана біресе на плитада қайнаттым, одан баяу отта қайнасын деп мына жаққа көшірдім. Мына столдың үсті жайраған. Соның барлығын жиыстыру керек болады. Онсыз болмайды енді. Сол ыдыс бүлінеді екен деп тағы да қарап отыруға болмайды. Әр мезгілдің өзінің әдемі осындай үрдістері бар. Соны үлгіртіп жасап алып отыруымыз керек. Жаздың күні жаңағы жеміс-жидектерді үлгіртеміз деп асығамыз. Соғымның кезінде осындай нәрселерді үлгіртеміз деп асығамыз. Әр нәрсе өзінің уақытында жасалған, орынды. Алланың бізге беріп жатқан әр нығметінен өзіміздің жаңағы ағзамызға да, өзіміздің жаңағындай айтады ғой, мен ішімнен осындай нәрселерді қыста жасау керек еді деп жүрген өзімнің сұраныстарымның барлығын қанағаттандырып жатырмын деп ойлаймын. Сіздерге де сәттілік тілеймін.